Ұлытау облысы білім басқармасының Жезқазған қаласы білім бөлімінің номер 8 гимназиясының 10 сынып оқушысы Алтай Каусар. Абай Құнанбаев өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Қиыннан қиыстырар ер данасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен болғанса сөз арасы. Ол ақынның білімсіз бейшарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбі надан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Әуелі аят, хадис сөздің басы. Қосарлы бәйт мысал келді арасы. Қисыны мен қызықты болмаса сөз, неге айтсын пайғамбар мен он алласы. Мешіттің құтпа қылған ғұламасы, мінәжат өлилердің зар наласы. Бір сөзін бір сөзіне қиыстырар, әрбірі келгенше өз шамасы. Өлеңге әркімнің ақ бар таласы, сонда да солардың бар таңдамасы. Іш алтын, сырты күміс сөз жақсысын, қазақтың келістірер қай баласы. Бұрынғы ескі бейді тұрсам барлап, мақалдап айтады екен сөз қосарлап. Ақындары ақылсыз надан келіп, көр жерді өлең қыпты жоқтан қармап.